Ой, қызарым бара кетіп қалыпты ғой. Ой. Енді не істеймін? Не істесем болады? Әлде біреуден көмек сұрайын ба? Жоқ, көмек сұрай алмайым. Көмек сұрасам... Маған ешкім ешқашан көмектесе алмайды. Той, неге алдым екен? Енді бұдан құтылудың жолын табу керек. Осы айын соңайын қайтармасам ақшаны, телефонды алып қоймақшы. Не істесем болады? Иә, қызық болды. Не болды, Айдос? Жай ештеңке барып жас көріп келейінші. Сөйлеп кеттім. Что-то осы бала бір бәле болып жүрем. Иә, оны өзімде байқадым. Болды, қойыңдаршы. Қайтема кейін едік. Иә, маған қызық болды. Қандай қызықтар болсын де. Мен сендерге 50 баланы құлатқаным туралы айттым ба? Қой, 50 емес қой. 10 дегенсің. Енді какая разница? 10 не 50? Ай, стап қалдың. Айтып бершен сол туралы. Арылса сен енді. Ой. Так. Не болды ана жаққа? Ой, енді не істесем болады? Бұл кім? Лаура, сен ба? Иә, мен. Не болды? Ой, менен қашпақ қой, мен саған тиіспеймін. Тиісіп не аласың сен маған? Сен біреуге сұрайын деп едің. Не ол? Не сұрайсың? Бағана жақта бәріміз шай ішіп тамақ ішкенде завтрак сен де мұңайып отырдың. Мен ба, жай, әшейін. Мен олай ойламайым. Сен жайдан жай ондай істеген жоқсың. Менің ойымша, саған бірмел болды. Маған ештеңке болған жоқ деймін. Сен онда бар достарыңа барсайшы, не маған тиісе бердің. Мен саған тиісіп жатқан жоқпын, просто айтып жатырмын. Көмек керек болса айт. Көмек? Жоқ, маған ешкім де көмек керек емес. Даже сен де көмектесе алмайсың маған, Айдос. Енді айтсайшы. Ой, мен жайна телефонды алғам. Оның несін төлемейкем. Бұл телефон мен жай ғана кредитке алғам ғой. Енді солар ақшасын сұрап жатыр. Сен не кредитке аласың, алдың ба не? Я, кредитке алдым, болды ма? Енді соны жабатын ақшам жоқ. Қақтан табатын білмей жатырмын. Егер осы айдың 10 айын апарып бермесем, телефон алып қояды. Қиын жағдай болыпты. Сен қазір ақшадан қысылып тұрсың ба? Әрине. Ой, шипай етпейді. Екеуіміз бірге жұмылып, осы ақша нені төлей саламыз. Шынымен ба? Я, шынымен. Енді саған көмектеспейді, кімге көмектесем? Ура! Егер сондай болса, жақсы болар еді. Әйтпесем, телефонын айыратын жайым жоқ. Бұның ішінде қаншама номер, контакты бар. Ой, сен қуанышты болсаң болды ғой. Дейсің? Енді күліп болса қуанып жүргенің жақсы дегенім ғой.
Аха. Жарайды, рахмет. Жарайды. Мен кеттім, давай. Қана жақсы болды. Осы неге дейін төлеп тастайтын болдық. Зорға құтылдым ғой. Тіліме ие болмаған өзімнен көр. Барын енді біліп қоятын болды ғой. Болды. Серьезный бар. Жарайды, бірақ бұл арамыздағы құпия болсын. Жарайды. Жақсы. Айдос деймін. Ау? Неға жүрсің, мен саған бірге етейін деп едім. Жарайды, жүр. Не айтады екен? Кел айтсаң көрейік. Көрінбе көзге. Не болды, айта бер, Макс. Короче, маған бір қыз ұнап қалды да. Короче, соған бір қыл керек. Енді мен не істейін? Егер маған совет берсең, не істесем болады ма? Несін өзіме қарату үшін понимаетсің. Такс. Мен оны саған ертең айтам жатма. Ой, басталмай жатып, бүгін ғана келдің ғой. Не деген махаббат сендердікі? Ой, ешқандай да махаббат емес, просто оған өзім сезімді білдіру керек. Немене бәле? Келгендердің қазір уже сезім пайда бола бастады ма? Енді ол айтпай келеді деген де, ой, махаббат деген. Ой, ақылсымақтар. Жарайды, көмектесем. Жақсы бар еді. Саған көмектеспеген болса, кімге көмектесем? Досымыздың ғой. Аха, жақсы. Не болды, жігіттер? Ештеңке, өзіміздің арамыздағы мәселе ғой. Өзіміздің арамыздағы мәселе. Кейін сендерге айтамыз ғой. Өзім айтамын кейін. Немене болып кеткен барлықтарыңа? Біресе мұнда кетесіңдер, біресе анда кетесіңдер. Кейін айтамын дейсіңдер. Той бірші. Соны айтамын. Келін оғанда не істейміз, әңгіме істейміз. Ой, әңгіме бітпей қойды ғой. Тағы қыздар бір істейікші. Не істейміз сен де? Соны айтамын. Білем, бірақ телефонынан дым табайда жоқ. Онда алан аралап шоппинг жасамаймыз ба? Шоппинг дейсің ба? Ой, қойш, шоппингтің ешбайыз қызық емес. Соны телефон қызық ба? Одан да басқа нәрсе істейікші. Хотя ол қалан аралап келіп, жаңадан келдік. Қыздар, мамыр, идея келді. Біз барлықтарымыз жиналып қазір мынаяқта қараңыздар. Инстаграмнандай бір белгілі нелердің не шығыпты концерті болады депті ғой. Қош, Оля, барайықшы. Бұлар менің сүйікті әншілерім ғой. Мен осыларым фанатымын. Кімнің? Ана Альфа бар емес па, Альфа тобы? Сол. Оның несі Алматыларда, болмаса Астаналарда өтпей ма? Сол біздің қалаға келіпті ғой. Өтініш барайықшы. Өтініш барайық. Жарайды, барсақ барайық, өзіміздің ішімізде пісіп отыр ғой. Оны ертерақ безап қояқ, ертең емес. Қараңдар, бүгін кешке болады екен. Той, не істеймін сенді? Ей, болды, сонша паника боп. Енді не істеймін? Бүгін кешке болады екен, сағат 8-дерде дейді. Ал қазір сағат 5 болды. 3 сағатымыз бар ғой.
ешбір етпейді, оған үлгереміз, әдем киімдерімізді киеміз, шығамыз, все. Енді той. Одан да біз жиналмаймыз ба? Киімдерімізді тіктеп, анда-мынау істеп, иә? Иә, сөйтеміз. Дайындап қой. Лаураны қақта, Лаураны шақырайықшы. Қазір шақырам. Лаура деймін. Не болды? Әйгерім? Короче, біз бүгін Инстаграм ашайыншы да. Альфа тобы бар емес па, танымалшы, бесік. Я. Короче, соның бүгін концерті болады екен сағат 8-де. Енді, сен барасың ба? Жоқ, мен бармайым, үйде қаламын, мен ол топты мен жақтыртпаймын, ол ешқайсысы маған ұнамайды. Ана жақта кім айс барайықшы деп жатыр, бармайсың ба точно? Жоқ, бармаймын деймін. Үйде қалам. Сонда олдармен бір өзің қала бересің ба? Олдар бармай ма? Оны сұрап көру керек. Барып сұрап көреміз ба? Мен сұрамаймын. Оны мен барып сұрап келем. Жарайды. Так, жігіттер. Сендерге бір айтатын бір жаңалығым бар. Жаңалық? Қане жаңалық? Жаңалық дей ма? Короче, мынандай, біз қазір Инстаграмнан қарадық та, мен қарап көрдім. Сосын Альфа тобы жазып сап қойыпты фотосын. Біздің қалада екен. Бүгін кешке сағат 8-де нелер болады екен да, концерттері. Соған біз қыздар болып барайын деп жатырмыз. Сендер барасыңдар ма? Альфа тобыма мен барам. Оның мен фанатымын. Өлі, мен тек қана қыздар ғана фанат боламын десем, олар да фанат болады екен ғой. Қуасың ба? Фанат тек қана қыздар емес, олар да бола береді ғой. Біз де барамыз. Я, мен де барам, ол да менің сүйікті әншілерім бір ғой. Жарайды. Сен же барасың ба, дос? Мен бармайым. Неге? Ол топ маған ұнамайды, еще оның түрлері де жаман. Жаман дегенде, олар маған ұнамайды ғой, ұнамайды. Вообще ол топты жақтыртпайды екен. Маған ешқандай әнші ұнамайды. Что-то сендерге не болған? Ана жақта Лаура да бармайын деп жатыр. Неге десем, ұнамайды, жаман, түрлер бір түрлі дейді. Сен де бармайын деп жатсың, неге десем, жаман, түрлер ұнамайды, олар не деп жатсыңдар. Бірдеңе болған ба екеуіне? Бізге ма? Жоға, ештеңке болған жоқ. Просто мен бүгін басқа бір шаруаларым бар. Жарайды. Онда біз бара береміз. Сол бүгін сағат 8-де болады, сағат 5-жарым болып қалған жар уже. Тезірек жиналыңдар. Жарайды. Қыздар, короче, Балнұр дептің ғой. Лаура бармайым деп жатыр. Неге? Ол топ маған ұнамайды дейді. Қалай ұнамайды ол топ оған? Соны айтам. Сосын олардан сұрадым. Олардан Айдос бармайым деп жатыр. Что-то Айдос пен кімнің Лаураның арасында бір бәле бар сияқты қыздар, иә? Құмашы. Қайдағы? Лаура біздің басқаша ғой. Білмеймін, солай ойлаймын, бір бәле бар деп ше. Әйтпесем ол екеуі де бірдей сөз айтып жатыр. Ұнамайды, жақтыртпайды деп. Ал олардан да басқа кім бар екен? Так, Жандос барады, Макс барады, Дәурен барады. Қайта 3 болып бармайды екенбіз, 6 болып барамыз. Қайдан киімдерін киесіңдер? Так, мен мына киімімді киетін шығармын. Мен онда мынаны кие берем. Мен қандай киім кисем болады, қыздар? Мен нормальный киімім жоқ қой. Мынаны кием ба? Әлде мынаны кием ба? Мынау қалай?
Бұл онша жараспайды, но типа апайлар болып қалды. Вообще осыған қатты жарасады, осыны кисең болады. Точно? Я. Жарайды. Так, мынаны Либо әдем болдым ба? Я. Тоқтаңдаршы, әдем мына киімді киейін ба? Әдем мынаны киейін ба? Саған осы киім жарасады айтшы, я, осы киім жарасады. Кімдікі телефоныңыз? Мен сенсем осы болыптым ғой. Так, болды. Мен осыны киіп барам. Оларды көрейікші, дайын болжы. Қазір. Сен дайынсыңдар ма? Жоға. Қайда дайынсам, сәл киінген де жоқпыз ғой, теңдексің ба? Қуасыңдар ма? Уже сәт аяғы барам деген сәт 8 болады. Анан барып киініп болды, сендер күтіп тұрмаймыз шығармыз. Тезірек киініңдер бармасаңдар. Лаура бармай ма не? Жоқ, ол бармайын деп айтыр екен. Неге? Білмеймін. Бар өзінен сұрсай. Кетір киінейік. Тоқтаңыз, өтіп кетейін да. Так. Мен мынаны киіп барамыз басым. Мен онда бұл емес. Так, бұл вообще осыны киіп барайын ба? Құмаш не мынау? Басқа не жоқ па? Жоқ, конечно. Либо мынаны киіп барайын ба? Осы нормально сияқты. Мен мынаны киіп барайын. Нормально. Телефон аламыз да? Конечно, аламыз. Мен олардың несін сақтап қойым керек еді. Короче, титіп аккаунт. Қыздар болыңдар ма? Я, болдық. Так. Сендерден Айдос, бізде Лаура жоқ. Не болған ол екеуіне? Оларға что-то бірәл болып жүр, Болды, қыздар қойыңдаршы. Кеттік, барамыз да шайық. Тоқташы, мен өзім, мен сумкам бар еді ғой. Болды. Енді еміз. Кеттік. Жүрсейші. Әй, көзілдірігім. Лаура, сен шынымен бармайсың ба? Жоқ, бармайым. Айдос та бармай ма? Бармайды. Шайрада мен отыра бермейді. Кеттік. Жайдан жасып барып келдер. Точно бір өздерін қалай бересіңдер ма? Енді үлкенбіз ғой, енді кішінде бала деп тұрсыңдар ма бізді? Жоға, просто күдікті. Күдікті. Бізден несін күдікті? Несін біз бір шпай істемейміз. Еще жай. Қойыңдаршы, барыңдаршы бар. Бопты. Чё-то. Ешеге жоқ дедім ғой, қойыңдаршы болды. Жемедей бәле? Болды, жай бара берді, бізге аралыңдамай қойыңдар, біз өзіміз отыра береміз ғой. Жарайды, қойдым. Давай. Айдос. Не болды саған сонша? Аналар Макс жыныма тиіп кетті. Адамда жын болмайды.
ашуу болот. Ашуум кирип кетти десейши.